Сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге Грант Леспек каналына қош келдіңіздер. Кейде сынақ болуы мүмкін. Қайткенде ол жаманшылықтан керек деп айта алмаймын. Құдайдың берген сынағы болуы мүмкін. Төзу керек оған. Не істейсің? Саған сынақ берілді ме? Төзу керек оған. Қолынан келгенше тәрбиелеуің керек. Қараңшы, 7 ұл отбасы бар дейік. Ата-анасының қолында келін жоқ болса, жақсы ма? 7 ұлдан онда не қайыр бар? Қайырлы ғұмыр деген осы. Бір үйде 7 ұл бар. Әке-шешесін баптады, өсірді. 7 ұлды, 7 келінді 7 жаққа алып кетті. Әке мен шеше 70 жасқа екеуі отыра берді үйде. Қайырлы ғұмыр ма? Ондайда Құдай сақтасын. Қазақи тәрбие деген осы жерден басталады. Сондықтан әрқашан еркектің кінәлай бермеу керек. Сен үйленбей жатқанда біреудің кенже ұлына бара жатырсың ғой, дұрыс па? Қазақи тәрбие кенже ұлы әке-шешенің қолында тұру керек деген білесің ғой. Сен сол кезде махаббаттың бар екенін біліп тұрсың. Оның өсірген әке-шешесінің жақсы көре алмайсың ба? Сондықтан қазақи тәрбиеден аттамауымыз керек. Қазақи тәрбиеден аттаған күні ұрыс керіс, төбелес, жанжал, ажырасу, осының бәрі басталады.